Қос құрлықтың тоғысындағы Орал шаһары күн санап көркейіп келеді. 300 мыңға жуық халықтың әлеуметтік түйткілдері де біртіндеп шешілуде. Мәселен, былтыр жаңадан бой көтерген 7 тұрғын үйде қоныс той тойланды. Шаһар бойынша 15 үйдің шатыры, дәліз мен жертөлесі жөнделіп, жаңа кейіпке енді. 23 аулаға жарық беріліп, жол тегістеліп, балалардың ойын алаңы ашылды. 3 жыл бойына іркілісте болған тынбақ салу ісі де жанданды. 2014 жылы 7 әлеуметтік нысан күрделі жөндеуден өтті. Атап айтқанда 3 балабақша, 3 мектеп және 1 кітапхана. Бүгінде әлі де 16 балабақша мен сонша мектеп күрделі жөндеуді талап етеді. Қарқынды құрылыс биыл да назардан тыс қалмайды. 2015 жылы 6 тұрғын үй құрылысы жоспарланды. Олардың біреуі 180 пәтер кезекте тұрғандар үшін, екеуі 90 пәтерлік және 3 тұрғын үй біздің мұқтаж адамдарға, оның ішінде жас отбасылар бар және басқа да азаматтар үймен қамтылатын болады. Барлығы 665 пәтер, жалпы ауданы 41 мың шаршы метр. Бұл жылдың басындағы жоспар, көбеюде мүмкін. Жол тіршілік тамыры. Биыл бұл сала үшін қала бюджетіне 4 миллиард 900 миллион теңге қомақты қаржы құйылып, түгелі игерілді. Ұзындығы 44 шақырымды құрайтын 25 көше жөнделді. Негізгілерін нақтылап айтсақ, тұрғындардың төзімін тауысып, ат көлігін аздырған Алматы көшесінің 1400 метрлік жолы күрделі жөндеуден өтіп, инженерлік желілер жаңартылды. Темір тұлпар тізгіндегеннің уақытын үнемдеп, көлік қозғалысын реттеген игіс Жолықов пен Сырымдатұлы Мәскеулік көшелерінің қиылысындағы айналмас жолдың салынуы, Еуразия даңғылы, Момышұлы, Алмаз көшелері мен Тасқала ауданына дейінгі тас жол тақтайдай тегістелді. Ал биыл әуежайға дейінгі және Сарайшық көшесінің жолдары жөнделіп, ағымдағы жөндеу жұмыстары жалғасады. В этом году запланировано капитально отремонтировать автодорогу. Биыл Достық даңғылын Пугачев көшесінен Мәншөк Маметова көшесіне дейінгі 3,5 шақырымды жол бөлігі күрделі жөнделеді. Достық даңғылы 2001 жылы күрделі жөндеуден өткен еді. Оның жыл сайынғы ағымдағы жөндеуіне миллиондаған қаржы кетеді. Сондықтан бұл жұмыс өте маңызды. Былтыр Ықсанов көшесіндегі жерасты кәріз желілері жөнделді. Енді биыл сол көшенің Шаған жағалауынан Рубижин көшесіне дейінгі бөлігіне тас жол төселеді. Жаяу жүргіншілер жолы да салынады. Бүгінде қалада 33 апатты үй тіркелген. Биыл бұл үйлер сүріліп, орнына жаңа көп қабатты баспаналар бой көтермек. Мен Депо көшесі нөмірі 18 үйдің тұрғынымын. Биыл апатты жағдайдағы біздің үйдің орнына жаңа үй салынады. Ал бізді басқа жерге көшіреміз деді. Менің білгім келетіні, жаңа үйге қайта қоныстанған кезде меншік құқығы сақталама, яғни үй өз атымызда қала бере ме? Апатты үйлердің тұрғындарына өз пәтерлерінің аумағына сай жаңа пәтерлер беріледі. Қайталап айтам, пәтерде тұратын адамдардың санына қарап емес, тиесілі шаршы метрге сай үй беріледі. Өйткені қазір пәтерге көбірек адамдар тіркеп, оңай олжа тапқысы келетін пысықайлар пайда болды. Бұған жол бермейміз. Сіздерді уақытша жерге көшірген соң, апатты үй сүріліп, орнына жаңа 9 қабатты үй салынады. Сол үйден пәтер беріледі, және сіздің сол мүлікке меншік құқығыңыз сақталады. Қала әкімі жазбаша келіп түскен сұрақтарға да жауап берді. Зачаган кентінде жыл сайын Желтаудан аққан еріген қар суы халықты әбігерге салып, толарсақтан саз, тілерсектен су кешіреді. Бұл мәселеде жергілікті биліктің назарынан тыс қалмақ емес. Кең дала көктем жалпы Зашаған шағын ауданы өздеріңіз білесіздер, ар жақтағы жотадан су келіп түседі, ол Сейстунгара деп аталады. Көптеген қар еріп, көктемде өзен болып ағады ол жерде. Сондықтан тиісті құжаттама дайындалған болатын. 90 шақырымға жуық канал салынатын болады. Ол жұмыс басталды, өздеріңіз көрдіңіздер. Атырауға баратын трассада басталды және Саратовтың трассасында жұмыс басталды. 100 миллионнан астам теңге игерілді. Биыл да ол жұмыс жалғасын тапты. Шаһардың қан тамырындай инженерлік желілер мәселесі өткір күйінде қалып отыр. Бүгінде су, жылу, кәріз, газ, электр желілерінің 65% әбден тозған. Бұл бағытқа қыруар қаржы құйылып, ауқымды жұмыстар жасалғанымен пайыздық көрсеткіштер көңіл көншітпейді. Ең түйінді мәселе кезең-кезеңмен шешілмек. Есептік кездесуге қатысқан облыс әкімінің бірінші орынбасары Арман Өтеғұлов қаланы көркейту бағытындағы жұмыстар бұдан әрі де қарқын алатынын тілге тиек етті. Өте ауқымды қызметте атқарылғанын көріп отырсыңыздар. Орал шаһары баршамызға, Орал қаласы баршамызға да сүйікті қаламыз. Орал шаһарының біз үшін жаңағы әдемі болғаны, тарихы мол, келген жаңағы адамдардың, болмаса басқа тұрғындардың, алыс жақын шетелдерден келген адамдардың біздің қалаға баға беретіні сөзсіз.
сол бағаны жоғары деңгейде болғанын қалаймыз. Сол үшін де қызметтер жасалып жатыр. Келешекте Астана және Жаңаорда шағын аудандарының арасын жалғайтын жаңа көше салынады. Қалалық саябақта веложорық жолы, юность стадионында жасанды мұз айдыны ашылмақ. Ардақ Мұратқызы, Рүстем Ещанов, Нұржан Ғимранов, Қазақстан Орал.